Сәтбаев өміріндегі елеулі кезеңдер мен деректер. Ғалым, геолог, мемлекет және қоғам қайраткері Қаныш Имантайұлы Сәтбаев Қазақстан ғылымдағы геологиялық қызметтің негізін қалаушы, Қазақ ССР ғылым академиясын ұйымдастырушы және оның тұңғыш президенті, геологиялық ғылымдар институтын құрушы. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев ауыл мектебінде бастауыш білім алады. Павлодардың орысша-қазақша училищесін бітіреді. Одан соң Семейдің мұғалімдік семинариясында оқиды. Оны бітірген соң ауылында мұғалім және халық соты болып бірнеше жыл қызмет атқарады. 1921 жылы Томск технологиялық институтының геология ғылымдарының профессоры Усовпен кездесуі өміріне үлкен өзгеріс әкелді. Қазақстан жер қойнауының байлықтары, жердің құрылысы туралы Усовпен болған әңгімеден кейін геолог болуды мақсат етеді. Сол жылы Томск технология институтының Тау-Кен факультетінің геология барлау бөліміне оқуға түседі. 5 жылдан соң оқуды бітіріп, Тау-Кен инженері геолог мамандығын алады. Жас маман Жезқазған мыс кен орнын және Қарсақбай мыс заводын біріктіретін Атбасмет тресіне жұмысқа жіберіледі. Қаныш Сәтбаев ашқан Тау-Кен қазба байлықтары қандай? Қаныш Сәтбаев Атбасар түсті металл серіктестігіне келгеннен бастап көп жылдар бойы Жезқазған, Қарсақбай, Ұлытау, Торғай, Атбасар, Есіл даласын зерттейді. Сол зерттеудің нәтижесінде Жезқазғанның байлығын анықтап, көптеген кен орындарын ашады. Түсті металл кендері, марганец, силикат, құрылыс, басқа да өндіріс кендері ашылды. Кейбір көмір орны анықталды. Қалың қатпар қорғасын, жез, күміс табылды. Қара темір, алтын мен мобильденді ашты. Қаныш Сәтбаев ашқан жер қойнауындағы барлық байлық қазыналарында осы күнгі өндірісті көркейтуге негіз болған химия элементтерінің барлығы бар деуге болады. Кен байлығын ашумен бірге сол қазба байлық шығатын жерлерге заводтар салдыруға зор үлес қосты. Тау-Кен шикізатын басқа жерлерге тасымай, сол жерде қорытатын заводтар құрылысының қажеттігін дәлелдеді. Соның нәтижесінде Ұлы Жезқазған, Ұлы Алтай өндіріс орындары, Қарағандыдағы темір балқытатын заводы, Қарағанды Ертіс каналы, Қаратау фосфориті салынды. Осы арқылы Қазақстанның өндіріс шаруашылығын өркендетуге күш салды. Қаныш Сәтбаевтың Қазақстан ғылым академиясының тұңғыш президенті атануы. 1946 жылы 1 маусымда Қазақстан ғылым академиясы ашылды. Оның тұңғыш президенті болып Қаныш Сәтбаев сайланды. Сол жылы ол СССР ғылым академиясының академигі атағына ие болды. Қаныш Сәтбаев Қазақстан ғылым академиясының президенті болып тағайындалып, өмірінің соңғы күндеріне дейін осы қызметті істеді. Қазақстан ғылым академиясының жұмысын дамыта түсті. Көптеген салалы ғылыми зерттеу институттары ашылды. Қаныш Имантайұлы физика-математика ғылымдарының, әсіресе ядролық физиканың дамуына жоғары мән берді. Қаныш Имантайұлының бастамасымен ядролық физика институтының комплексінің құрылысы басталды. Сонымен бірге Қазақ ССР ғылым академиясында биология мен медицина ғылымдарының көптеген салалары, зоология мен паразитология, адам физиологиясы мен ауыл шаруашылығы хайуанаттары, микробиология, вирусология, ботаника, физиология, археология, этнография, тіл, әдебиет, өнер, экономика, құқық, философия саласындағы ғылыми зерттеулерінің дамуына айрықша мән беріп, бұл салаларда да ғылыми институттар ашуды ұйымдастырды. Солардың ішінде геологиялық ғылыми зерттеу институты жетекші болып танылды. Ғылымды өндіріспен байланыстыру мақсатымен еліміздің ірі өндіріс орталықтары Өскеменде, Қарағандыда, Атырауда Қазақстан ғылым академиясының әр саладағы институттарын ашуды ұйымдастырды. Қаныш Имантайұлы Сәтбаевты неге біз ғұлама ғалым дейміз?
академик Қаныш Имантайұлы Сәтбаев энциклопедиялық білімі бар 20 ғасырдың ғұламасы. Ол өз заманының сан алуан салалар мен тарауларға бөлініп, жоғары дамыған ғылымының бәрінен хабардар болды. Әр ғылым саласының заңдары мен байлығын ашып, халық игілігіне пайдалануға қалтқысыз еңбек етті. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев жаңашыл ғалым. Ол металлогения ғылымының негізін салушылардың бірі. Ал Қазақстанда осы ғылыми бағытты орнықтырушы деп атайды. Қаныш Сәтбаевтың ғылыми еңбектері. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев 641 еңбектің авторы. Оның 534-і орыс тілінде, 98-і қазақ, қалғаны басқа тілдерде жарық көрді. Ғылыми еңбектерінің басым көпшілігі Қазақстанның минералдық қоры, мыс рудалары, түсті металдары, көмір, мұнай, газ, басқа да шикізат ресурстары жайында болды. Сәтбаевтың ғылыми зерттеулері Маңғыстау қоры, Ембі мұнайы, Ақтөбе даласындағы газдың мол қоры жатқандығын анықтады. Қазақстанның таяу арада газ, мұнай өндіру жөнінен алдыңғы қатарға шығатынын айтқан ғылыми зерттеулері қазіргі кезде іс жүзіне асқанын білеміз. Қаныш Сәтбаев әдебиетші, тарихшы, этнограф. Қаныш Сәтбаев өзінің мамандығымен бірге әдебиет және өнерді, тарихты меңгерген. Бұл ғалымдарды рухани және жан дүниесін байытумен бірге кен зерттеу ісіне де пайдаланған. Қаныш Сәтбаевтың осындай жан-жақтылығын Мұхтар Әуезов қазақ халқының зор ғалымы атты мақаласында жазған екен. Қаныш Сәтбаевтың үлкен бір ерекшелігі ол химикпен де, биологпен де, физикпен де, медикпен де және тарихшымен де, филологпен де өздерінің ғылыми тілінде сөйлесе біледі, мамандық тілдерімен үндесіп ұғыса біледі, дейді Мұхтар Әуезов. Қаныш Сәтбаевтың алғашқы әдеби туындысы Қазақ тілі газетінде шыққан. Обаған әні туралы ғалымның тырнақалды шығармасы. Бұл шағын лирикалық новелла Қаныш Сәтбаевтың суреткерлік қолтаңбасы зор болғанын анық байқатады. Қазақ әдебиетінің, қазақ әндерін терең білетіндігі Қазақстанның ұлт театры туралы мақаласынан айқын көрінеді. Қазақ мәдениетінің сарқылмас мол қазына екендігін Қаныш Сәтбаев ән туралы толғаулар, Қазақ совет әдебиетінің аса көрнекті туындысы, Қазақстанның халық әндері атты музыка этнографиялық жинағында жазған ой тұжырымдарынан білуге болады. Қазақтың тарихын, қазақ әдебиеті мен өнерінің тарихын ғылыми тұрғыдан зерттеу қажет екенін түсінген ғалым Қазақ СССР ғылым академиясының жанынан тарих, тіл және әдебиет институтын ашқызады. Қаныш Сәтбаевтың математик, педагог, математик, ғалым екендігі. Қаныш Сәтбаев тұңғыш алгебра оқулығын жазған. Ол педагогикалық училищені бітіріп, алғаш ұстаздық қызметін бастағанда қазақ тілінде математика оқулықтарының жоқ екенін ескеріп, ана тілінде алғаш рет алгебра оқулығының қолжазбасын латын және араб әріптерімен жазған. Қаныш Имантайұлы Сәтбаевты ғалым математик дей аламыз. Ол геологиялық кен барлау жұмыстарында математикалық шарттарды шебер қолдана білген. Орал аймақтарында көлбеу орналасқан тау-кен қазбаларында көлбеу бұрғылау әдісі қолданылса, Ұлытау Қарсақбай жерасты кен байлықтарына тік бұрғылау әдісін тұңғыш рет қолдану ұсынылады. Математикалық өлшеммен дәлелденген ғалымның бұл жаңалығы бұрғылаудың үнемділігін іс жүзінде арттыра түсті. Міне, қазақтың Қанышы біздің еліміз үшін осындай еңбек еткен. Қаныш Сәтбаев туралы көбірек білгілеріңіз келсе, Медеу Сәрсекенің «Қазақтың Қанышы» деген роман эссесін оқуды ұсынамын. Бұл эссенің жазылу тарихы да өте қызық. Осы кітапты оқу арқылы қазақтың Қанышының жас бала кезінен бастап бүкіл өмір жолын білулеріңізге болады.